тойға келген ағайын, домбырамдай алайын, ата дәстүр салтымен термелеп әнге салайын. Қуанышыңа ортақ боп қызығына қанайын, қызмет етіп талмайын, той қызығын шалқатып таңды таңға жалғайын. Екіде жақсы ой болған жастардың ақ тілек тойына, ақ тілекті қой арнайын. Рахмет. Ой, Аллай, тегі бір қол соғып қойса қайтеді. Ассаламағалейкум ағайын. Рахмет, жалпыз ассаламағалейкум. Құрметті де қадірменді ағайын туыстар, бүгінгі қуанышқа, бүгінгі ұлан-асыр тойға қош келдіңіздер. Бәліқтарыңыздың келген қадамдарыңызға гүл бітсін ағайын. Енді бүгін өсіп өнген әулетте ақ түйенің қарны жарылып жатыр. Бұл әулетті білесіздер. Бұл әулеттің жігіттері тік қарайтын жау бетіне, сұлу қызы сән қосқан сәулетіне, жақындары жан-жақтан демеп жүрген еңбекпен жеткен осы дәулетіне тойларын құтты болсын деп бастайын. Жиынбет елі Жолдасқан әулетіне деп бір қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Той құтты болсын. Рахмет. Мінекей бүгін алтындай ғана той иесі Қазыбек ағам менен Тоты жеңешемнің шаңырағында ақ түйенің қарны жарылып жатыр ағайын. Бүгін енді 40-қа келіп қамал алып жатқан Қазыбекке қол соғайық, орнымыздан тұрайық, қошемет тұрайық ортамызға. Қазыбек пенен Тотыны отбасымен бірге қарсы алайық ағайын. Қырғай қырық, бұл қырық, қойған жас бәрін тындырып, той болып өтсін ендеше, айтатын ертең жырғып. Қошемет! Өзіңе сен құжатыңа тексенбе, қартайдым деп уайым жұтып теңселме. Жігіт үшін жүрек мәңгі 25, 40 жасқа келсеңе. Қырғай қырық, бұл қырық, салған жашанға мың құрық, қасыңнан кетіп бойдақты, басылған бойда жындылық. Ей, қырғай қырық, бұл қырық, қойған жас бәрін тындырып, той болып өтсін ендеше, айтатын ертең жырғылып. Рахмет. Мінекей ағайындар, Қазыбекті 40-қа қиясыздар ма? Жап жас қой әлі, жап жас. Мына жемізін дөккен күз сияқты, сері жігіт көрген жоқ мұнаға дәл сіз сияқты. Мына сізді 40-қа келдек айтады, құдай паспортын кеш алған жігіт сияқтысың ғой жейін. Кішкене ғана. Рахмет. Мына аузыңдағы алтын тістерін ғана подвайт етіп тұр, қалған бәрі нормально братан. Күшті болып тұр қалған бәрі. Ал әпке, қуаныш тойларыңыз құтты болсын, отбасыларың шаңырақтарыңыз той үзілмесін. Алла бұйыртса осы Құдайдың көрсеткен немерелердің қызығын көруді нәсіп етсін сіздерге. Шөбере сүйіңіздер, Не болды ұрысып тегі күл-күл деп қойыңыз. Күлкісі келмей тұрған шығар тегі. Тот ұрысып жатыр күл-күл деп Қазыбекке фотоға. Бір естелікке фотоға түсіп аман болыңыздар, осы пейілдеріңізбен 100 ұрпақтарыңызбен 1000 жасаңыз. Алла бұйыртса Қазыбек ағасы 40 жас, 50 жас, 60, 70, 80, 90, 100-ге келген тойыңды көрейік бұйырса Алла қаласа. 110-ға кел. Әші өрмей ақ қойшы, құрсын, жүре бершейсің. Жадырап, жайындап. Рахмет. Рұқсат болсын мен тойды бастайын. Той елеріне бір қошемет соқ қойыңыздар. Рахмет. Енді ағайындар біз қазақ деген аттан құласақ Аллаға шүкір дейік. Салттан құлаған жоқпыз ғой. Сондықтан илекеуімен де бақтастарға баталайық. Енді бүгінгі той иелері бір емес екі жерден бата қалсақ деп ниет қылған екен. Оның бірі әулеттің үлкені Құрман аға осындасыз ба? Келіңізші той төрінен көрейік сізді. Құрман ағамыз шақырайық, және де осы әулеттің алтындай ғана құдасы Медеу құда. Күйіңді іштім мен бүгін көк бөрілердің жаралы, адым сайын аңдыған қақпаннан сирақ қанады, арландарым атылып бүртілер кез даулаланы, айналамның барлығы шибірі болып барады. Сізіктің күші ойдай боп жүн. Ал иісі қазақ елек өмен деп қол жайық, өмен деп ақтастырғанға абыз ақсақалдан баталайық. Өмен! Бірінші амандасып олайын. Ассаламайкум, құрметті тойға келген қауым, келген қадамымызға нұр жаусын. Аумин. Құдайым оңдасын,
еш жамандық болмасын. Алла осы балам мен келін тойы құтты болсын, дені сау болсын, бала шағасы аны болсын, өніп өссін. Осы жолдасқан бауырымның шаңырағында тек қана жақсылықта, қуанышта көге Алла баршаңызды нәсіп етсін. Аумин. Аумин, Аллаху акбар. Айтқаныңыз келсін, аға. Ағайынға берген батаңыз мәнді, өміріңіз әрқашан, рахмет. Өміріңіз әрқашан сәнді болсын. Басыңызда тақия, үстіңізде шапан болсын. Ата, примерно бір 2040 жылында қасыңыздан бір тоқал болсын. Рахмет дейді. Аумин дейді. Рахмет. Рахмет. Дастархан басына жайғаса қалсаң. Сурет ба? Ал құрметті қадірменді тойшыл ағайын, бүгінгі тойымызды ашық деп жариялаймыз, керемет кешімізді ашық деп жариялаймыз. Кеш уақыты біріңіз үйден біріңіз жұмыстан келдіңіздер, сондықтан тойымыз басталасап тілек беріп мазаларыңызды алмайық. Біз енді өзіміз осы Жамбыл облысы Қордай ауданынан келіп жатқан жайымыз бар. Біздің Қордай елі қырғыз елімен шекаралас, барлықтарыңыз білесіздер. Қырғыз қазақ бір туған дейді, рұқсат болса осы қандас жатқан бауырларымыздың жақсы бір әніменен жақсы бір кешімізді бастап берейін. Ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз қырғыздың жақсы бір әнде болсын. Той құтты болсын ағайын. Жарық болу жашымда жаралды, жарқынымде еркелеттім, сүй алдым. Жаным менің жарқыраған алтыным, жарды қылып Kimge meni xiyalding, men seni güttüm ay, жүрегім ұрып тұрады саған жете албай. Men өзіңді іздеп келемін, таба албай. Алаулап ұттай жанып күйдім ай, неге мен жаным сені мұнша сүйдім ай. Мен өзіңді күтіп келемін, тажаба ай. Жүректі жүрегім анық сезуге, жаңбыр болып төгіліп илап келеді. Жабырқаған жүрегімді тегесімен, мен сені күттім ай, жүрегім ұрып тұрады саған жете албай. Мен өзіңді іздеп келемін, таба албай. Алаулап ұттай жанып күйдім ай, неге мен жаным сені мұнша сүйдім ай. Мен өзіңді күтіп келемін, тажаба ай. Өзіңді күттім ай, жүрегім ұрып тұрады саған жете албай. Мен өзіңді іздеп келемін, таба албай. Ай, рахмет, қошеметтеріңізге көп рахмет. Рахмет. Енді құрметті де қадірменді тойшыл ағайын, рұқсат болса енді бүгін керемет тойымызды жақсы бір тілекпенен, жақсы бір ниетпенен бастайық. Енді мына қазағымның пейілі
Қашанда кең болар, ағайын тірі тұрғанда терезесі тең болар дейді ғой. Осы тойдың шымылдығын ашсын деп төріміз отырған осы әулеттің үлкендері, ата-апаларымыз бен аға жеңгелерімізге тілек, ниет бергеніміз жөн болар деп осы әулеттің үлкендерінің көшін бастап келіп отырған, қазір ғана әумин деп батасын беріп жатқан Құрман ағам бастаған Қарлығаш жишеміз қоштағам, Алғабек жездеменен Баршагүл әпке, Ырысхан аға Күмісай жише, Исаға Жадыра жише, Бағдат аға мен Ақмарал жише, Алмат аға мен Айман жише, Ғабиден аға мен Гүлзат жише, Жанка мама депті, Шолпан әпке, Құрылай әпке, Қарсақ аға мен Нұрғайша жише, және Жайдан ағамыз менен Зәуке ағамыз той төрінен көрсек. Барысыздар ма? Келіңіздерші, тойымызды бастап беріңіздерші кәнеке. Билеп келейік. Насып көргенде құшақтасып қол алшы, аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын, жол алшы. Ойдым орманды, қабат қорғанды, тартатылған бұрымдай, тарам жолдарды көрушін аралы, асығамын сапарға. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралшы, сағынысып көргенде, құшақтасып қол алшы, аспанда да жерде де, асуда да белде де, жолың болсын, жол алшы. Ал, ассаламағалейкум, құрметті аталарым, ағаларым, амансыздар ма, құрметті апалар, сәлематсыздар ма, құрметті де қадірменді жеңгелер, әпкелер. Қош келдіңіздер, қуаныш тойларыңыз құтты болсын. Ал ағайын, сәл сабыр сақтай, қазақ тек айтпай тыңдалмаған сөз жетім деп. Сәл сабыр сақтап тілек тыңдайықшы ағайын. Мына арамызда жүріп жатқан әңгімеміз, арзан күлкіміз, прикол, анамынаудың бәрі қазір антратты кезін сыртқада шығып айтылады ағайын. Соттар ренжімесеңіздер, қазақ тек айтпайды, мінекей, қарт бар үйдің қазынасы бар деп. Бір әулеттің қазынасы болып жүрген алтындаған ата-апаларының жүрек жар тілегіне құлағымыз түре тұрайық, сәл сабыр сақтайық. Енді рұқсат болса микрофон бізден, жақсы бір тілек сіздерден болсын. Сіздерден өтініш, той өзіміз куіп алғанмен уақыт деген Аллахтың елшісінде. Қазір 10-ға дейін деп қана сұрақ қойыпты ғой әр ресторанда. Сондықтан ренжімесеңіз, тойдың жанашыр болып бір 4-5 қадам сөйлеп қалғанбыз, қосылайықшы, ренжімесеңіздер, иә? Ал, микрофон бізден, жақсы бір тілек сіздерден болсын, ата. Бауырлары сөйлесін, мен күйеу боламын ғой. Күйеу дұшпан деген өкпелеп қоймасын. Мына қазақта бірінші амандасып алайық, той құтты болсын, ағайын. 30-ында орда бұзбаған, 40-ында қыра салмайды дейді. Міне жолдастың ат тұяғын тай басар деген осы, міне жолдастың балалары да ер жетіп, алды үзе 40-тан асып кетті. Міне бүгінгі қазық дейміз біз. Жігіттің жасы 40 қыра салмайды дептім ғой. Қазеке 40-дан асып кетті, азамат. Ат тұяғын тай басар деді, әкесінің орманында отыр, ризамыз. Тотекеуі сол түтінді ие болып, жолдастың атын шығарып, бала-шағалар аман болсын. Қазыбектің денен қарын сау болсын. Ердің жасы 50-ге тезақ келіп қалады, соған жетсін. Біз ұқсызап 70-дің ортасына келсін. Шөбере бағып, шөп қойлайтын, ит болып жүрсін сол біз ұқсап. Аман болсын, той қоласын. Қалайық тойға келгендеріңіз, ана қуанышқа бөліскендеріңізге көп рахмет. Мен Қазбектің әкпесі боламын, әкесінің әкпесі боламын, жолдастың. Қазбек, Тоты, мына тойларың құтты болсын, аман есен бол, үбірлі-шүбірлі бол, өсіп өніңдер жаным. Сендерге қыз деген әрқашан тілеулес болады, тілеулеспін сендерге жаным. Өстіп сендерді өстіп жеткізген Жанкаға рахмет. Мына қарашы, қыздай болып, мамаларыңды қыздай қылып тұрсыңдар. Сендерге көп рахмет айналайын. Енді біздің қазақта айтады ғой, ойбай шапан жабамыз дейді ғой. Енді сен 40-қа келіп атырсың, саған енді шапан емес, костюм шалбар жабамыз қазір. Ал енді құрметті қонақтар, той қойған қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына бүгін
бала мен келінім 40-қа келіп той жасап жатыр. Тойлары құтты болсын. Бала шағалар аман болсын. Алла осы жоласқан бауырым үйінде ылғи той болып, жақсылықта бәршамыз қосуға ылғи сондайға нәсіп етсін. Бәріңізге рахмет. Ассалаумағалейкум көпшілік. Мына тойға жиналған қауым. Бүгінгі Қазбек інімнің 40 жасы құтты болсын, дені сау болсын. Әрдайым осындай кеуілі ашық, аспан ашық, кеуілі тоқ болып жүре берсін. Бұның бәрі жасап атқан анасының арқасы ғой. Анасына да денсаулық берсін, өз балалары шағасына да денсаулық берсін. Жақсылық тілеймін бәріңе. Ал, не деймін, мына тойларыңыз құтты болсын, Жанка. Балам той құтты болсын. Жақсылық құласа берсін, Қазбек. Ай Қазбек бар. Туған құтты болсын. Қазбек тоты, тойларың құтты болсын. Келген қауым қадамдарыңызға нұр жаусын. Арқашасында осындай тойда кездесе берейік. Жақсылық болсын, денің сау болсын жаным. Болды. Рахмет сіздерге. Жүрегі бірдің, тілегі бірдей. Осындай жүректеріңді алып, осы баламның 40 жасына келіп атқандарыңа. Ал көпшілік сіздерге де рахмет. Бүгін мені балам 40 жасқа толып, жүрегіміз лүпілдеп тұр. Еңбегін жансын, еңбектің арқасы деп ойлайым. Түнімен күнімен жұмыс жасап, еңбегі жансын, келінге де балаға да рахмет. Алла осы балалардың қызығын көрсін. Құдайдан сұраған еңбекпен жанып отыр деп ойлайым өзім. Алла ғұмыр жасын ұзақ қылып, бала шағасын аман қылып, осындай жастан 100-ге 120-ға келсін. Ниеттеріңізге рахмет. Рахмет, Әпкетай. Енді көп жерде асабалар айтып жатады, жұмақтың кілті ананың табанасында, әкенің табанасында не бар ары кетсе жабысқан сағыз бар шығар дейді. Мен негізін оны өзім қате түсінем ағайын. Жұмақтың кілті ананың табанында болса, әкенің қабағында деп білем. Енді осы алтындай ғана той иесі Қазбек ағамның кеңдігінен осы пейілі кең. Аллаға шүкір, қазақ айтады ғой, кең болсаң кем болмайсың деп. Осы жомарттығынан қарап тұрып сіздің тәрбиеңізге риза болып отырмын, Әпкетай. Аллах қаласа, Аллах бұйырса, немере сүйіп атсы, немереден шөбере сүйіңіз, апай. Шөбереден шөпшек сүйіңіз, шөпшектен немене сүйіңіз. Сосын барып кете берсеңіз болады да, те. Алла сізге бара жатқан жетесіздер. Енді мен бүйтейін, сіздердің орталарыңызда ұжы бір атама сыйлық бергім келіп тұр. Осы әулеттің күйеу баласымын деп жатыр ғой. Аты сізге берейін да, бірінші таныс болайыншы. Сіздің атыңыз кім, атау? Менің атым Алгинский Алғабек. Алгинский Алғабек? Атыңыз ұзақ екен, Алгинский Алғабек ата. Нешедесіз? 73-темін. 73-те кеп жастарский стильде жүрген атамдікі. Мода ма? Стиль ма? Қалай қол соқпаймыз, қараңыздаршы. 20-дағы жігіттің өз бұлай киінбейді. Не деген кедай аяқта. Мынау сіздің стиліңіз үшін, ата. Алла қойыңыз. Ой, аман болыңыз. Шөпшек сүйе қойыңыз, ата. Аллахым сіздерге зор денсаулық берсінші. Мына сіздердің әулеттеріңізде отбасыларыңыздан той үзілмесінші. Ай сайын емес, апта сайын емес, күн сайын той болсын. Қызат, келін сүріңіздер. Немере той, шөбере той, шөпшек той, немене той бұйырсын. Бір фотоға түсейік, ата, бәрім жиналып, сосын барып, әулеттің үлкендері ағайын туыстар болып, жақсылап бір билейік. Жіберік ана. Ахоп!
сұлу қарындас бүгін келіншек. Рахмет сіздерге. Ай, рахмет көп-көп. Жайғасайық, ақ дастарханымыз орын алайық барлығымыз. Дұрыс, осылай билеп отырайық. Тойдың сәнәнмен би ғой. Көңіл көтеріп отырайық. Hey yo, chill, man. Won't you kick some of that? You know how you do it, man. It's a trip. People don't even believe. Ал енді құрметті де қадірмен той жылағайын әулет үлкендердің жақсы тілегінен рұқсат болса, енді ортамызға бүгін керемет кешіміздің бірінші ыстығасы, қазағымыздың ұлттық асы үлкен асымыз етіміз дайын болған жайы бар екен. Ортамызға үлкен асымыз етіміз алдырайық. Рахмет. Алағайын ас келді, ас өмірге бас келді. Рұқсат болса, илеке әумейін деп қол жайсақ, осы әулеттің құдасы Медеу құда. Қайда отсыз? Қолыңыз көтерсең, мен сіз қарай барсам, әумейін деп үлкен асқа бата берсеңіз. Медеу құда. Алағайын, Иса көкем қайда отыр? Исаға мәулеттің үлкен, сол кісі берсі де үлкен асқа. Исаға сыртта ма? Темек шегіп отыр дейді, кім? Сыртта. Той оңдасын, еш амандық болмасын, дастарханың байлығын берсін, денің саулығын берсін, қырық жасы құтты болып, той қаласын. Аумин. Аумин. Аллаху акбар. Ата айтқаныңыз келсін. Ал енді үлкен астың үстінде тілек беріп, мазаларыңызды алмай-ақ қояйын. Сіздер құрметтеріңізге жақсы бір ән орындап берейік. Жылама жаным деген жақсы бір ән сіздердің құрметтеріңізге. Күңіренген күзде ұқсап тұрғандай бізге махаббаттың гүлі солып қалды ғой түзде. Ренжімеші күзге сен үмітіңді үзбе, жүрегіңді тыңдап шын бақытыңды ізде. Жылама жаным, кінәламадың, тағдырымның сені мұңды еткенің. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемің. Өкпелейсің кімге, қосылмас ай мен күнде, мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге. Мен кетермін жырақ, тамшымын болып құлап, күзгі жаңбыр менен келіп тұрармын бірақ. Жылама жаным, кінәламадың, тағдырымның сені мұңды еткенің. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемің. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңды еткенің. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемің. Жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңды еткенің. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемің.
Жылама жаным, кінәламағын, тағдырымның сені мұңды еткенін. Жылама жаным, атады таңым, сенің де келер бір көктемің. Звукты біреу ғана беріп тұр. Хай, рахмет, астарыңыз дәмді болсын, қол соқтырып мазаларыңыз алмай қояйық. Енді рұқсат болса, светті жағайықшы ортамызға. Бүгінгі той иесі Қазыбек пенен Ақтотын шақырайықшы, бір көңіл күймен жақсы бір той қылып өткізейік. Қазыбек және Ақтоты. Енді ағайындар, бұл Қазыбектің Аллаға шүкір 40 жасы негізі бар ғой. Бұдан да көп адам жинап той беретін жағдай бар, Аллаға шүкір. Бірақ мына сүттің бетіндегі қаймағы деп, жанына жақын деп сіздер шақырып отыр ағайын. Сондықтан бұл жерде ешкім сынап келген жоқ, барлығы бір үйдің баласына сыйлап келді. Қазеке, бүгін қуаныш тойыңыз құтты болсын. Давай тойды көтерейік. Мен бұл кісілермен қайда таныс болдым? Мен бұл кісілермен өзіміздің елде, өзіміздің жерде Қордайда Сағи бауырдың тойында таныс болғанбыз. Сол тойдағы самый позитивный қонақ номинациясын осы екі кісі жеңіп алған. Енді бұл кісілердің көңіл күйлерін білем. Қазыбек ағамның көңіл күйін білем, мен кішкене сабырлау, енді жеңгешемді айтамаймын, ол кісі ойбай, мама билейді ғой қазір. Қазір көресіздер, бетеміз. Бүгінгі той иесі Қазыбек ағамның көңіл күйі қалай деген кезде Қазыбек аға бір билеп қайтшы. Мына жақтағы сізді сыйлап келген қонақтың барлығы қошемет аямай соғады. Сосын барып көресіз ғой, қызық басылады қазір. Ал Қазыбекке қошемет кетті! Ямасау, мәңге дау, біз билеген әндер ау керім. Вечердан қалмайтын, таңды таңға жалғайтын кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмас шақтар ай, жүрек тулап жатқан ай. Кездер қайдасын сол баяғы. Жас қыз, көркіңе маспыз, ізіңді балалар 60-70. Күйді рас қыз, бойдақпы жаспыз, мүсін қандай 90-да алпыс. Жарасамыз, жазылмас, жұп болсам кекеміз, танысайық, тек қарсы болмаңыз ерке қыз. Жарасамыз, жазылмас. Кетші жынды қыз. Байқадыңыздар ма? Төрге барды да, Қазыбек ағамның жұртына қарай барды да битті ғой. Чотам деді ғой. Не істейсіңдер дегенде кәдімгідей. Негіз бар ғой. Мен негіз бар ғой, осы алтын жеңешеме ризамын. Не екен білесіздер ма? Өйткені ағайындар, бұл Ақтоты жеңешем менің бар ғой. Су сұрасам үст берген, айран берген, бір өзін айналдым қайран жеңгем. Су сұрасам үст берген, квас берген, мінезін айналдым жуас келген. Су сұрасам үст берген, минерал берген, бір өзін айналдым генерал жеңгем. Су сұрасам үст берген, биос берген, шашыңды қатырып olsun ғой, сиос пенен өлтіріп тұрып. Су сұрасам үст берген, пепси берген, бір өзін айналдым мощный жеңгем. Су сұрасам үст берген, қаймақ берген, осындағы ағайынның көңіліне шынап жайнап берген менің алтын жеңешеме бір қол соқ қойсаңыздар болады ағайын. Рахмет. Бұл жеңешемнің биос-сиосио кім арқасы? Кім арқасы? Айтшы, братан, сен айтшы. Кімнің арқасы? Ағамыздың арқасы. Ағаңда ат бар шығар? Қазыбек братан. Таниды екенсің ғой, шүкір Аллаға. Қазыбек ағамның арқасы. Мен Қазыбек ағамды жай мақтамай, мен Қазыбек ағамды әнмен мақтаймын. Қазыбек ағамды сыйлап келген қонақтар просто қол соғып отырсақ болғаны. Бәріміз бірмен қарайық, бұл тойдың сәнін табайық. Аямай қолды соғатын, сіздердей жомарт қалайық. Қазеке, қараңыз бәрі қарады, бұл тойдың сәнін табады. Сіздерде көңіл күй болса, бәрі де чики-чики болады. Қазыбек ағам керемет, бұдан артық не керек? Қамқор жұмыз болып жүр, нұрын себелеп. Жеңешемді сыйлаған, өзі жұртқа сыйладам. Қазыбекте ағам барында, неге қинала? И все! Мені ғой.
Мені ғой көрдің ба Қазбек аға? Дос болса 85-терде ақ болсын. Көрдіңіз ба тойды қалай көтеріп отыр? 40 жастарыңыз құтты болсын. Мынан қарашы сен осындай шапалаққа қалай жеттің, братан? Сыйластықпен жеттім. Сыйластықпен жеттім. Қойшы құрсын. Кеш бер. Кеш. Міне. Жеңешемді қазір мақтаған кезде мама. Бетейік, Қазбек пен Ақтотыны сыйлап келген қонақтар екі қолын жоғары көтерейікші. Кім қолын көтермейді, соның аяғы сасиды. Что там, братан, чуваш бар ма? Көтерші құрсын. Бір аяғың сасиды ма? Екі қолын көтерші құрсын. Екеуін көтерейік та. Қазбек пенен Ақтот үшін қошемет соғайық, кәне! Мен бастайын. Бастауыңнан қашпайын. Ахо! Осы бір тойларыңды шуғаласа, мен қыздырып тастайын. Менің атым Алдияр. Менде түрлі бар қиял. Жұлдыз болып кетерем әттең. Жетіспейді сәл пияр. Ән сал десең ән салам. Кей кездері қуасалам. Ничо, бірақ солай демалтам. Қонақтарды шаршаған. Ақтотынның алқасы. Құдағидың алқасы. Негізін ағай туыстар, осы тойдың барысы Қазбектің ата-анасының арқасы деп қошеметтеп қойыңыздаршы. Мамасы қайда? Мамасына бір қошемет. Міне, тәте, көрдіңіз ба? Сіздің арқаңыз деп жатырмын. Балаңыз бағана күшті шапалақ соқты ғой бәрі. Ал сіз мынандай шапалаққа қалай жеттіңіз? Еңбекпен жеттім. Ой, мына кісілер не? Еңбекпен жеттім, не еріпқа тиіп, ана өзінше бірдеңен айтып. Алматыға кетіп қаласынан бойын қайтын, не еріпқа тиіп. Айтшы, братан, сен айтшы, қалай жетті? Деген несі, братан, айт? Айтшы, мені, ой, мені көкем айтты. Айтшы, кім? Асабаның қолдауымен жетті. Ма, братан. Чекеңнің аджиканың дәмі шығып отыр ғой, айналайын. Тұз үйірінде бар ғой. Қаяқтан сүйе қалдым құрсын. Салбетке берші, жеңеше. Күйеуің чекесі немене бөле құрсын. Душқа түсуға олады, айналайын. Енді ағай, мен арқамда емес, бәрі қалжың. Мына патша көңілді жомартжан сіздердің арқаларыңыз жетіп отырсыздар. Негізінде, кім? Мен сасып тұрмын ба? Жезі жақындасыңыз бер. Бүгін негізі Қазбек ағам жастайынан үлкендердің ақылын санасына құйып алған, осындай абыройменен осыншама ел жұртты қуаныш тойына жиып алған. Сұлуда сымбатты красавица Ақтотыдай жеңешемді шын жүректен сүйіп алған. Бірақ жеңешемде де арман жоқ, мынандай алтын тісті красавчикке тиіп алған деп бір қошеметтеп қойыңыздар. Ал енді бетейік, залучи комплимент сыйлықтар берейік. Көрдіңіздер ғой, Ақтоты күшті дайындалды. Бағалы сыйлықтар бар, осының бәрін ойнатамыз. Енді бірінші, сіздерді өте мақтаған, жүректеріңізге жылы тигізген лебіздер. Яғни Қазбек қандай? Қазбек ол сізді қарпінеға мақтайды. Қазбек қандай? Қазбек ол қылықты, мысалға. Қазбек қандай? Қазбек ол қошыққанға ұқсайды деген сияқты. Мысалы, қарпінен ғана, я? Ал Ақтотыны білесіздер. Ақтоты қандай? Ақтоты ол очаровательная. Атын айта беріңіздер. Негізі очаровательный бір абы айтыла берсін. Ақтоты қандай? Ақтоты ол аферист деген. Жоқ, деген сияқты деп отыр мен. Өздерінің фантазияларым айтады. Ал залучи комплимент сыйлық береміз. Мұқият тыңдап тұр, я? Келінге жаңа жеңешеме қарап кімді айтайын деймін. Мысалы қарам. Ой, жынды көлік киіп алыпсыздар деп. Қазбек қандай? Қайсарлы. Вот, міне, не деген сөз? Қайсарлы. Қазбек? Қырсық дейді. Кім? Ашты, братан, айтшы. Қазбек? Қошқар ғой. Қазбек, қошқар деген несі құрсын? Жоқ, кішкене бір, давай. Қылықты. Айтшы, братан, мені, құрдастар. Қазбек, қандай? Қылықты, қайсар жігіт. Сен неміне біреудің сөздерін қайталым, өзіңе жеш құрсын? Ол айтып қой. Қазбек? Қамқорлы. Амбор? Қамқор, бәсе, амбор несі? Қақарлы. Қақарлы. Давай. Ой, сағы айтады, сағы. Айтшы, бауырым. Қандай? Қуатты.
Қуатты дейді. О, күш қуатты, күшті. Сіздер жаққа барай, мүмкін сөздеріңіз ұнап қалар. Айта қойыңыз. Қазыбек? Қамқор. Қамқор. Қазыбек? Қырағы. Не дейді құрсын? Қырағы дейді. Мама. Көршілер деген группа. Сойып отыр, мына группаға отыр. Қазыбек? Қанағатшыл. Қанағатшыл. Күшті. Қазыбек? Бауырмал, ақ көңіл. Ас болсын, көке. Тамаш. Тамаш, отыра беріңіз. Қазыбек, Қазыбек. Аға. Құрметті азамат. Құрметті азамат дейді. Қандай күшті. Қазыбек? Қуанышты жүреді. Қуанып жүреді, е? Ақ көңіл сондай. Қазыбек? Қадірлі. Қадірлі азамат. Мә, қыдан сөз көп екен ғой. Қазыбек? Қайным қаһарман. Ой де, қайным қаһарман дейді жеңгесі. Тағы сіздер жақтан бар ма? О, міне, біздің Қазыбек Қалаулы. қалаулы азамат. Ой, күшті. Қазыбек, әпке, айта қойыңыз. Бір тоған момынады. Ас болсын. Бір тоған, сыр тоған, жүрегі бірдеңе. Қ. Қазыбек Құдіретті. құдіретті дейді. Ой, бай, Қазыбек ше? Қыран. Қыран дейді. Не деген теңеулер мынау? Қазыбек? Қымбатты. Мәссаған, мен қыдан сонша сөз шығады деп ойламадым, шын айтам. Вот, айтшы әпке, Қазыбек? Танисыз ба? Вот, міне әпкем. Қазыбек? Красавчик. Красавчиксің сен, братан. Красавчиксің. Қырға шыққан красавчик біздің Қазыбек. Ой, құрсын, не дейді? Біздің Қазыбек? Қасқыр. Ой, құрсын, қаяқтан білесің қасқыр екен оның сен? Қасқыры дейді. Қазыбек? Қылықты. Кетші құрсын, не құрсын. Саған зрение ауыстыру керек құрсын. Қазыбек, қылықты дейді құрсын. Ал, Қазеке? Залочи комплимент. Бірінші сөз, қандай сөз ұнады? Қуатты. Ой, жеңеше бір признайындаңыз онда. Қуатты деп кім айтты? Билеп келсін ортаға сағы! Апалау! Сен кім болып келдің? Күйеу боласың. Бәсен онша емес бірдеңе өреді саған. Күйеу боласың. Күйеу бола болмадың, дәу бірдеңе өреді саған. Сосын екінші? Қадірлі. Кім? Қазір екеміз кухня жақтан шығамыз. Давай ортадан түсіп араласа берейік, осы жерден. Қадірлі дедіңіз ба? Қадірлі деп кім айтты? Қадірлі. Кесеңізші, жеңеше бір сыйлық берейік сізге. Билеп қана! Үрбейіп, биледі арбайып, көйлегі тұртиып, тұрса да ұялмай, көздері тоңғайып, қарады жұмайып, тамырым тартылып барады ойбай-ай. Кеңірде көртеніп, сөздері бөлек. Кім боп? Жеңгесі атыңыз? Айнаш хан, мынау сізге ойдан толықтайды. Біздің Қазыбек қандай? Қадірлі. Молодец. Саусағын киіп екенсің бе? Так, үшінші? Қатып қалды мына кісі. Ау? Қасиетті. Қай жерің қасиетті сен? Білмеймін оны қасиетті. Сұрайықшы сол кісіден. Кім айтты оны қасиетті деп? Келсінші ортаға, қасиетті деп айтқаны. Қасиетті. Ешкім айтпапты ғой қасиетті. Қасиетті деп ешкім айтқан жоқ шынымен де. Кім? Айтшышы. Қанағатшыл. Қанағатшыл деп, давайте шықсыншы. Оп, биле брат. Все, атың? Нұрбек. Кім боп? Інісі. Кімнің? Қазыбек ағам. Қандай? Ағайын. Молодец. Той құтты болсын көкең. Мынау саған. Тағы айтшы, қандай Қазыбек? Қанағатшыл. Молодец. Жеңешеге дайындалып отыр, хорошо? Микрофон сәл бас берсін, жеңешеме. Ал, болды, Қанеке болды. Сіз бар, терлеп кішкен салфеткемен сүртінбесен, бұрадан бір түрлі иістер шығып отыр қасына. Ал, енді менің ақтоты жеңешем, ойбай, бұл сөзге енді қазір сөз деген көп. Сізге таңдау қиын болады. Бәрім андай болмасын, құдамет, жекжатымет, анау, любимый подружкамет емес, действительно жүрегіңізді селт еткізген лебіз. Давай, подружкаларынан бастайын, Сен көре алмай отқан көп бұл жерде. Өзінше болып кетті. Айтшы, айт. Алтын. Ойбай. Активная. Активная.
ақ жүректі. Ақ жүректі. Молодец. Брат, прическаны өлтіріп тапсың, братан, четко келіп тұр. Абыройлы. Абыройлы. Ақ көңіл. Ақ көңіл. Алтын ғой. Алтын. Ақылшы. Тағы кім? Әпке. Ақтоты. Қандай? Аяулы. Аяулы ана. Ақтоты. Молодец. Ақтоты. Красавица. Қазір келдің ғой сен, не отқан түсінбетсің ғой не? Әйелінен сұрап ал, айтады. Ақтоты. Ақ көңіл. Ақ көңіл айтылды. Басқа, әпке. Ақтоты. Қандай? Ажарлы. Ажарлы. Күшті сөз. Ақтоты. Көгі. Ақ көңіл. Айтылып қойды. Өй, кішкене необычный сөздер айтайықшы. Ақтоты. Асыл. Асыл адам. Аяулы ару. Аяулы ару. Ақтоты. Ардақты. 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 Мамасынан сұрайық, енесінен. Келін қандай? Аяулы ана. Қайыңызшы. Жыныңыз келіп отқан сияқты ғой. Тістеніп айттыңыз ғой, аяулы ана деп. Ақтоты. Аяулы жар арда. Я. Көке, айтшы. Ақтоты. Келін аққудай. Ойбай құрысын, не деген теңеу? Аққудай дейді. Необычный теңеу, Вот, аяу, Ақтоты. Асыл жар. Ол айтылды. Басқа. Давай, сақал, сен айтшы. Кім саған? Танисың ба ана кісін? Ақтотыны? Айтшы. О, әпкем мені. Вот, әпкем айтады. Ақтоты, қандай? Аузын ашса жүрегі көрінетін. Не деген теңеу? Аузын ашса жүрегі көрінеді. Ақ жарқын адам. Ас болсын. Ой, атам. Қол ашыңыз ат артынан. Көк, айтшы. Ақ көңіл. Айтылды, басқа. Ақылшы. Айтылды, басқа. Айт. Ақ пейілді. Ақ пейілді. Братан. Авторитет. Ой, мен авторитет дейді. Қайнылар ғой деймін, жеңгесін мақтап атыр. Сізші? Ақ ниетті. Ақ ниет. Братан. Айтшы жүрші. Кім? Ақтоты қандай адам деймін? Ақтоты өте жұмсақ адам. Ой, болма. Өте жұмсақ адам дейді. Сіздер айтқылар келді ма? Давай. Ақтоты? Адал күйеуіне. Екеу Айдай сұлу. WhatsApp-пен көп сөйлесесіңдер ғой деймін, Ақтоты? Арманшыл. Арманшыл. Күшті сөз негіз. Мал арасында аферист болып тұрады, Молодец. Құрбылар айтады, біледі ғой. Ал, ең бірінші ыстық лебіз қандай? Аяулы ана. Аяулы ана кім айтты? Келсін жортаға. Билеп! Жаным, енесі екен ғой мамасына сіз кетеді. Тәте, қанша гүлі киіп ағасыз, құдай тема. Чатки жарасады өзіне, әдемі ғой әпкем, әдемі, шүкір Аллаға. Мамасынан бастап атыр, не деген көргенділік. Сосын? Аузын ашса. Ой, мынау кісі де өзіне көп алып. Аузын ашса жүрегі көрінетін дейді. Әпке, сіз айттыңыз ғой, билеп қане! Ауырып қалсын дейсің бе? Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш-аш. Бір ауыз сөз айтайын, ашуыңды бас-бас. Төгілмесін мұнша көп көзде. Кім болып келдіңіз? Қазбектің жеңгесі. Ой, жаңа, қайныңыз екеуің тістеріңіз ұқсайды екен, екі алтын тіс. Еше оң жақ беттен екеуі де. Так, сосын? Активная. Активная деп осы жерде біреу айтты ғой деймін, Ау! Биле. Молодец. Вот, сенбестің әйелдеріне риза болдым бар ғой, активный екенсіздер, Атыңыз кім? Лаура. Лаура, молодец. Сіз күйеуіңіз келіп кетті ма? Өзім келдім жұмыста. Жоқ, 40-қа келіп кетті ма деймін? Кетші бар, миың ашар olmuş. Садикте ма бірдеңе жұмыс істейді ғой деймін, Күйеуің келіп кетті ма десем, жұмыстан мен өзім келдім деген құрсын. Ой, Алла. Мені көрдіңіздер ма? Сіздерді қалай мақтап жатыр. Ал енді мен бетейін.
Лет пока керек емес. Пока керек емес. Бүгінгі тойдағы самый позитивный сіз үшін до конца. Осы ақ тот үшін жанымды берем, билеймін, қыздырам дейтін кім бар? Құрбы жекжат жүрат коллектив любая. Сіз қыздарды, сіз еркектер дайындап отырсыз, братан. Кім бар? Кім? Тез, кім? Анар. Кім болып келді? Астанадан келген. Астанадан келген Анар келсінші ортаға. Анар! Биле, кәне! Міне, сіз самый позитивный айтып шақыр, давай той көтерейік, хорошо? Мен билемеймін деп тұрмаңыз. Сіз үшін кім бар? Баха. Баха! Налетели как саранча. Баха! Богач, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Братан! Красавчик. Эй, все! Баха, братан, тойды көтерейік, шын атың кім? Бақытжан. Бақытжан, Баха десе Баха екенсің, братан, давай тойды көтерейік. Сосын кім бар? Тез. Лаура. Лаура! Все, еркектен Досқали. Досқали! Все. Так, қыздан Венера Жеше. жешесі қайда? Венера! Все, молодец, тәте. Сен базарда біреумен сөз керек болсаң, ұрып өлтіретін сияқтысың ғой кәдімгі. До конца тапит етіпші кәдімгідей. Сосын кім бар еркектен? Ринат. Ринат! Let's go! Let's go! Rock! Say what? Rock! Let's go! Все, молодец, Ринат, братан, тойды көтереді. Мына балаң қазір артқа бар, мыж кетпеймен, е? Немесе дихловоз бар ма? Екеу шеуіп тастаса ұйықтайды өзі де кішкене. Сосын кім бар? Аягөз. Мына жақта адамдар білесіз ғой, е? Аягөз дейді, кім екен ол? Аягөз! Все. Ай, мен ұжымына ойының жеңімпаздарын біліп тұрмын, еркектер жеңген сияқты. Қыздар онша емес билеп жатыр. Четкий білетін кім бар? Нұрбегінім. Нұрбегін. Кәне, көрсеші Нұрбек, бір би. Самый настоящий уровень, с ума сходящий, сабхач, дальше он решает все. Все, тағы. Тағы да ма? Мына жақтан айтайын, е? Давай, мына жақтан айт, кім бар? Камиля. Камиля, кеңіш ортаға. Все, келін ба? Келін. Давай, е, тойды көтерейік, е? Енді бір еркек. Кім? Қазбек. Ау. Ғани. Ғани. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street, Brazil. Ғани. Called Gaiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. Ғани. Dale. 1, 2, 3, 4. Ғани. Биле. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want you. Молодец. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rumba. Ella quiere su rumba. Все. Мен финалға адам таптым уже. Молодец, Ғани. Айта ғой, кім бар? Айман Құдаша. Айман Құдаша, кеш ортаға. Айман! Сен билейсің ба точно? Кешігіп барып жетеді ғой музыка, сізге. Пока мынаның бәрінен өтіп, мына келем дегенше. Так, енді бір еркек болды сосын. Кім бар? Қуаныш. Кім болып келді? Інім. Кәні, Кука. Тігіде.
Все. Екі аттап жетіп алдың ғой, братан. Кішкентай болғанмен тез екен, қадамың. Қыздар, тіз қатарынан былай. Қыздар, тіз қатарынан былай ортаға қарап, Еркектер, с кем хотите танцевать, напротив, стойте, все. Напротив тұрып алайық. Мен сенің шашың жұлам дейтін болады ғой бір. Мен сені алып қоямын қазір по-любому дейтін, Жылдам би жарыс ұйымдастырамыз. Главный приз ақшалай сыйлық ойнатылады. Арнайы бүгінгі тойымыздың спонсорлары бар. Бүгін енді Ғани күнде 40-қа кеп атқан жоқ. Ғанидың өз атынан қанша теңге Ғани? Кім? Ой, Ғани. Ғаниден кешек той есімен есім болып кетті. Кім? Қазыбек, көке. Давай, тойын ғой. Бір ақшалай ат жіберейікші. 10 болсын, 20 болсын. Патша көңілің қанша? 20. Давай, беріп қоймаған сразу. Қазыбектің атынан 20. Достар бар ма? Мен досым тойын көтереміз. Братан, кел. Көрсет ақшаны. Каспий год, маспий год деген жоқ. Сразу наличка. Адамға зейін заман емес қазір. Наличка, сразу. Міне. Мен таныс болайық, как главный приз ақшалай ойнатады. Сіздің атыңыз? Есболат. Досыма? Есболат досының атынан 5 мың теңге. 10 мың теңге Рома деген атынан. Романың атынан 10 мың. Тағы бар ма? Бар ма патшалар? Кім боп? Оралхан інісінен 5 мың. Інісінен 5 мың Оралханнан. Тағым бар. Қазыбектің атынан 20 мың. Кім? Ойбай, қыздар атып атыр. Мама, мына кісі. Ой, я богат как люблю. Күтем ғой, мен қасына барам ғой. Кім боп келдіңіз? Құрдасы. Атыңыз? Самалдың атынан 20 мың бір қол соқ қойыңыздар, мәне. Молодец. Ағам осында ма? Ау. Давай хабарласам. Ау деген несі құрсын? Ағамыз осында ма деп атсам. Ой, мәне, прическа братаның атынан. Қанша? Каспий. О, мәне. Өлі, атың? Қайсар. Кім боп? Ағасы. Ағасы бөзер жоқ брат. Қайсардың атынан 20 мың. Атың? Ғани. Ғани күйе баласының атынан 10 мың. Мама, чудың қаласы жомарт. Мәне, көрдіңіздер ма? Күнде той болып отқан жоқ, осылай. Ақшалай ойын ойнатып жіберейік. Кім? Ақтоты? Ты где? Ақтоты жоқ па? Мен қолымда қанша болып кетті мынау? Братан, санап қанша болды? Ай, аралас. Уяллай, біреудің ақшасына өліп баратыр, уяллай. Мен қалтамда білмеймін қазір, соңында қалтамдан шығарып тұрып ойнатамыз. Ал главный приз ақшалай сыйлық. Тез кетті. Қыздар қауымынан сұрақ, тез жауап бересіздер. Алдарыңызда тұрған сіздердің жұптарыңызды қандай фруктқа ұқсатасыздар? Любой, сен айта қой. Ойланып тұр, ар жақтан бастап алайын. Тез, қандай фрукты? Любой. Банан. Сен банан боласың, көке, хорошо? Банан дегенде жүгіңмен белейсің, мықты белейсің, қаласың, он чемпион отырасың. Сіз? Груша. Груша, вот необычный груша такой. Сіз? Картошка. Оның домалақтың қаралығын бетіне басып, не болды сонша тегі картошка деп тегі қарсы. Картошка фруктыға жатпайды ғой, ол жейміз. Арбуз. Ой, қарының сонша мазақ қыбаны. Арбуз дейді, мейлі кетті. Сіздікі? Лимон дейді, ашты. Вот, сіздікі? Персик. Жүнмен жүнсіз? Жоқ, персик бөлінеді ғой. Жүнмен жүнсіз, қайсы айта ғой. Любой. Жүнмен или жүнсіз? Жоқ, персик бөлінеді ғой. Братан, сен қайсы болғын кеп тұр? Жүнмен жүнсіз? Разница жоқ. Онда жүнсіз бола бер, Жүнсіз бола бер. Так, сіз? Манго. Вот необычный манго дейді, Братан, сен манго боласың. Хорошо? Мен қазір қандай фруктын айтам, сол жұп өзінің жұбымен билейді. Мықты билеген қонақ қалады, мен кімге приз берем, сол қонақ отырады. Жұбы бірақ қала береді. Хорошо? Олай болса, бірінші бастайтын ортада лимон. Кетті давай. Болды, жеңеше кете бер. Болды, жеңеше, сіз қаласыз, братан. Ойбай, сіздің мына фигураң бұла необычный. Қыз болсаң сексуальный болатын, братан, сен бір ғой. Хорошо, еркек болып болдың, давай. Келесі ортада жүнсіз персик. Давай! Кете бер болды, жеңеше. Ой, мама, сіз не едіңіз, арбуз беді?
Давай, арбуз. It's the number one track for the love of my life. Everything I sacrifice just to make it my wife. Keeps me hot like fire, never cold like ice. I break in. Рахмет. Сен не істеп жатқанын өзің білесің бе, братан? Сонша айналдың ғой бүйтті ғана. Басын айналып тастады ғой, не істеп жүрмей қалды ана кісі. Мә, ойлашы, еркектер ғана қалып жатыр. Қыздар, давайте намысты қолдан бермейік. Так, сіз кетті ортаға. Қандай еді? Манго! Осы жіберсең. Все. Рахмет. Бізге андай бар ғой, жан жеп қалған биші керек. Жан жеп қалған. Екі қыз қалды. Давайте. Астанадан келіп отырсыз ғой. Ақшалай сыйлық 30 мың теңге ойнатамыз. Давайте, билеп тастайық, жібер ғана кетті ортаға. Кто-то сказал мне кешір мен сені кешіре алмаймын. Мы все оттуда совершенно мать. Аджара буджу, иногда чуть-чуть или чересчур. Бәрі билет чур, под наш трек-чур. Сюда билет чур, келу керек чур. Так чур, будет горячо, если есть чур. Почему? Рэп предполагает панк. Сен қыз болсаң фигураң мощный болады еді, братан. Стойкың ұнады да, бүйтіп алады екенсің да. Ойлаш, бүт әйелдің ішіне сіз шығып кәдімгі талқандап кететін шығарсың мүмкін. Давайте нам 30 мың теңге ойлаш, тойға 10 мың теңге алып 30 мың теңге алып. Жібермеймін. Чотки билеу керек бұл жерде. Мынандай бейт, күнде билеп жүр, барлығы бүйтіп, ондай емес, жұлқыну керек. Мысалға, көке, сіз қандай жеміс едіңіз? Груша. Кел, көке. Жібер ағам, көрейші кән, давай, жібер музыканы. Оу, кәне, давай, құдаша. Оу, мені. Let's go. Все, көрдің ба, құдаша? Көрдің ба? Мынау жетеді, битсең болды. Кетеді олар чет-четінен. Просто битіңіз болды, жетеді сол. Көрдің ғой, братан, не? Давай, көрсетші мына баклажанға. Давай, жібер. Hey, sexy, you gotta shake. Shake. You gotta sexy 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 shake. Hey, lady. Все. Көрдің ба? Көрдің ғой. Олар бәрі әйелдерінен қорқады, тік қараймайды саған. Бүйтіп четке қарайды. Көрдің ба? Молодец. 3 еркек, 4-еу қалды. Ойба, братан, жүрш. Сен чеснокқа ұқсайсың, братан, бар ма? Давай. Жібер кәне. I got that Coca-Cola bottle shake. But how much cola can your body take? Every time I come. Қаласың. Сен көр. Давай, кел. Атың кім? Нұрбек. Кім болып келдің? Інісі. Қандай інісі? Ағайын інісі. Ұмытқан жоқпын сені. Давай, жібер. Пауза қыма, жібер, Мұрат, тез. Que hola gata, que hola omega. Все, кете бер. Ән басталғаннан кейін бүйтіп, ондай болмайды. Кел, көке. Немен сілекең аққан ба аузыңнан? Алдың ба? Давай, жібер. Все, қалдың, братан. Необычно, да, сен кіші? Күлмеш, көзің жоқ болып кетеген, братан, сен күлме. Кел, көке. Тура бағана стойка ғой, өзінікін өзің жасайсың. Братан, мынау ғой, братан, шығардың. Бітті, кетті. Кәне. Әне. Все. Братан, сен артыңнан бір бүйтіп атса, билей аласың ба? Кішкене бүйтіп ыңғайлығып билесеш, құрсын ол да билесеу. Ой, Алла. Братан, сен керексің маған. Кеш. Екеуің қаласыңдар. Құдаша мен осы кісіні алып қалайын. Екеуіңіз ренжімеңіздер. Мынау сияқты билеу керек, тістену керек осы сияқты. Так, не керек? Мынау керек па, братан?
Кеш. От души келген қонақсыздар ғой. Мынау сізге. Кім, Ғани братан, рахмет. Ой, айттым ғой, финалға алып қалам. Я же сказал, мужик сделал, да? Давай, осында тұрамыз. Кеш, братан. Әйел бар ма? Бар ғой. Қаншау? 5. Құдайдан қорық, шыныңды айт. Қаншау? Біреу ғой әйел. Бәс. Сразу тәубесіне келеді екен да мынау. Финал болсын, иә? Финал болсын, екеуі де мықты. Индияның кез келген әндерін дайындап отыршы, кез келген ән. Индийский фильм түсірейік, давай, жеңеше. Құдаша, есіміңіз кім еді? Айман. Айман, Құдаша менен? Бақчан. Бақа. Бақа деген сіз емес пе, де? Бақа болады. Иә. Образға кірейік. Бақа, братан, сіз Гита или Зита боласың? Зита. Зита. Сен кім боласың, братан? Жоқ, Зита или Гита? Ол Зита екен, сен кім? Митхун. Митхун? Бұзыр жоқ, Митхун бол, е? Ой, аяғың жүн екен, братан, е? Көтеріп ал, е? Ана жақтан шығасың сен. Ана жақтан таныстырам өзім, хорошо? Құдаша, сіздікі өте оңай. Зита таң атпастан ұйқысынан оянды, орман қарай жүгіртем, сол кезде жоғары қарай жүгіресті, сосын бір-екі көрік айналасы да, Митхунды күтесі болды. Еш қиынды жоқ. Сосын Митхун өзінің жұмысын жасайды. Хорошо? Кетті. Айман Құдашаға бір қолдау көрсетіп отырыңыздар. Зита, жібергені кетті. Кезде Митхун. Мынау қаяқты? Мынау ұжымас қой, айналайын. Ай, сәл күтсе, Митхун сен бірінші ұйқыңнан оянсай, мен айтам, я? Митхун ұйқысынан оянды. Мынау қалай оянайды, айналайын. Ұйқысынан оянды. Оянсай, братан. Ойбай, түнімен ішкен тұрға айналайын. Айнаға қарады, шашын тарады, беті қолын жуды. Отырып дәрет алды. Қалжың әдеме құрсын. Сосын Зитаны іздеп орманға қарай шықты. Тұрған кезде Митхун Зита қарайды, Зита, мен сені жақсы көріп қалдым, сен маған тұрмысқа шығасың ба дейді. Қорқпа әйелінен, бұл кино ғой, братан. Кино. Айта бер. Зита, мен сені ұнатып қалдым, маған күйеуге шығасың ба? Зита, мен сені ұнатқан деп. Кім шығады саған? Жосқа айтса, Зита, мен сені жақсы көріп қалдым, сен маған тұрмысқа шығасың ба? Давай, уверен сөйле. Айт. Зита, маған тұрмысқа шығасың ба? Мен сені жақсы көріп қалдым. Жұмысқа емес, тұрмысқа. Тұрмысқа. Иә, сөйт. Жоқ, мен сендей алқашқа тимеймін деші. Неріп қайтып, арақпен шықты. Айт. Жоқ, мен сендей алқашқа тимеймін. Ой, мынау айт десе айтып жатыр мынау да. Мына баланың туғызғандар бар ма? Жинап отырыңыздаршы, бала шағам, пожалуйста. Деп тұрған кезде сен бүйтесің. Ақырын кел, мына жаққа келесің да, ақырын өкпелеп, жай жүріп кетесің былай қара, иә? Жай өкпелеп кетесің. Сен бүйтесің. Гита, кетпеш, Гита. Мен сені жақсы көріп қалдым ғой, Гита. Гита, жаным, кетпеші, Гита, махаббатым, Гита! Дейсің да. Кім, братан, Насыбай бар ма деп мынадан сұраш. Я, мынау ататын сияқты түріне қарасам, я? Хорошо? Просто давай, кетті. Зита, кетпеш, мен сені жақсы көріп қалдым. Зита! Қоя сал, братан, жүршіңіз. Бір қошемет соп қойыш, Бақа братан менен Зитаға!
Так, чудың жомарттарын жинап берген ақшасын ар жағын есептемей қояйын. Бүгінгі ойынға 30 мың теңгені бірінші ойнатып жіберейін. Енді 30 мың теңгенің иесі бірінші орынға беріледі. Ол үшін сіздердің қошеметтеріңізге қарай білетін боламыз. Бүгінгі тойдағы самый позитивный болған Бақа братанға қандай қошемет? Керемет. Аймандай сұлуда сымбатты красавица Құдашаға қандай қошемет? Рахмет. Біз қазақ ежелден кімді сыйлағанбыз? Қызды. Қызды сыйлағанбыз. Біз кімді төрге шығарғанбыз? Қызды. Қызды, иә? Мынаны біз кімге береміз? Қызға береміз. Бір қошемет. Міне жомарт. Міне жомарт. Бірақ адалынан болсын. 20 мыңды Құдашаға, 10 мыңы Бақа братанда еңбегі бар. 10 мыңды Бақа братанға берейін. Бір қол соғып қойыңыздар. Ала ғой. Давай енді қызық болсын, сұраққа жақсы жауап берсең, тағы бір сыйлық берем, Жылдам кетті. Менің қолымда екі әріп бар, Бақа, әйеліңе қарай бермеш, жынға тимей. Маған қарап тұршы, Екі әріп бар, біреуі Ж, біреуі С. Қайсыны таңдайсың? С. Сіздікі Ж болады, хорошо? Қандай? Ж. Қандай сұрақ қойсам да сол әріп бойынша жауап бересің. Хорошо, братан? Кетті. Атың кім? Бақчан. Самат. Ұйқыңдашы, братан, Тағы ақша берем, Айта ғой. Атың кім? Самат. Қайдан келдің? Тез. Саршыған. Немен келдің? Самолетпен. Баняға кіммен сөзің? Сабыммен. Мен кіммен дедім, немен деген жоқпын. Кіммен сөзің деймін? Сәкеммен. Сәкеммен сөзің, Әйеліңе дейін неше қызмен жүрдің? Өзі біледі, араласпаңдар. Қанша? 8. Біріншісінің аты кім? Қарлығаш десе, Кім? Самал. Екіншісі? Сандуғаш. Сандуғаштың қай жері ұнайды? Фигурасы ұнайды. Мынау сыдан фигурасы несі құрсын? Сы ғой сенікі. Қай жері ұнайды? Айт. Қай жері? Бақа, братан, айтшы. Сақина. Саусақ. Сақина, айта беріш және шетті. Саусақпен не істеп жүр саған, братан ол? Саусақ ұнайды дейді, молодец. Соңғы сұрақ, сол сандуғашпен не істеген ұнайды? Торымыз екесің, братан. Не істедің? Серуендеп болғансың, не істедің? Күлкісіңіз айтып тұрған не істеген? Дәл солай. Атыңыз? Жансұлу. Қайдан? Жезқазған. Немен? Жигулимен. Баняғымен сөзің? Жұбайыммен. Жалғыз түсің де сен етіне қой. Жалғыз дей берсең, жұбайыңмен сөйт екенсің. Жігітке дейін неше жігітпен жүрдіңіз? 7. Жүрген жоқпыз десең, тағы сен етінек бар ғой? 7. Жоқ, рас қой енді. 7. Біріншісінің аты кім? Жексен. Екіншісі? Жомарт. Жомарттың қай жері ұнайды? Желкесі. Не істеп жүрсің желкесіне қарап, Желкесі дейді. Сол жомартпен не істеген ұнайды? Жиі қыдырған. Жиі қыдырып болғансың не істедіңдер? Жүрдіңдер. Сосын? Жаяу жүрдік. Жаяу жүріп болғансың не істедіңдер? Тағы да жаяу жүрдік. Торымыз екен, бетін айтты. Жомарттың торымыз екен. Мейлі, бүгінгі той иесі ағама не тілейсіз? Жақсылық, жомарттық, және отбасымен амандық. Молодец, бір қол соқ қойшы. Міне тапқырлар. Рахмет. Братан, сен не тілейсің? Біз не дейміз, бақыт тілейміз. Кетші бар ағасын. Сы ғой сен. Бақыт тілейміз, бірден еді. Так, Құдаша сізге тағы үлкен ала қойыңыз. Құдаша, біз қазақ құдасын құдайдай сыйлаған елміз. Сіз жөніңіз бөлек, орныңыз бөлек. Вот, міне құрдас достарға майда шүйде бірдеңе сынып қалатын бірдеңе береміз. Мә, сізге. Бір қошемет, Айман Құдаша. So what's not supposed to be about, baby? Girl, free me vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you tryna pose like I be acting shady?
Рахмет, енді рұқсат болса, құрметті де қадірмен тойшыл ағайын. Бүгінгі тойда тілекті аз қыламыз. 5 ақ қана тос болады. Қалған уақыттың бәрін осындай ойынмен, әзілмен, ойын күлкілмен өткізсек деп ниет қылып отырмыз ағайын. Енді рұқсат болса, алтындай ғана осы әулеттің құдалары, ер жігіттің 3 жұрты бар. Оның бірі нағашы, нағашының әрқашанда биік болар, бағасы дейді ғой. Бағасы биік болып жүрген нағашы бөлдері қауым бар, және осы әулеттің құдалары бар. Сол кісілердің көшін басып келіп отырған Базархан құда мен Гүлшат құдағи, Ләззат құдағи, Медеу құда мен Айғанам құдағи, Кәрім Жезде Айна шәпке, Үсен Айман Әділет Аршагүл, Бауыржан Света, Бекежан Роза, Баян әпке, Айзат әпке, Бауыржан Роза, Мұрат Гүля, Нұрлыбек Сабина, Нұрлыбай Гүлнар және Раушан әпкеменен Самал ханды той төріне көрейік. Барсыздар ма? Құдалар нағашы бөле жиендер. Рахмет. Құдалар нағашы бөле жиен. Кечі бар, не деп отырсың, айта тұрып қой. Нағашы бөле. Қалай шыдаймын, қалай шыдаймын, қалай шыдаймын. Мен сені түнде емес күнде ойлаймын. Жадымдасың ау сені ұмыта алмаймын. Жаныңа бара алмасам, қасыңа бара алмасам, қалай шыдаймын, қалай шыдаймын. Ауылыңнан Алматыға қашып кетші, жанарыңда бір өзіңе ғашық етші. Жүрегімнің сағынышын басып кетші, ах менің жаным, ах менің жаным. Жүрегімнің сағынышын басып кетші, ах менің жаным. Ал ағай, сәл сабыр сақтай. Осы әулеттің алтындай ғана құда-құдағилары менен нағашы бөлілердің жүрек жарды тілегіне сәл сабыр сақтап құлағымыз түре тұрсаңыздар. Енді бұл кісілер тойдың жанашыр болып келді, Аллаға шүкір. Сондықтан ренжімесеңіздер, дәл бағанағыдай, бір 4-5 қадам сөйлеп қалғанымыз қосылып, одан гөрі ойынымызды, биімізді, көңіл күйіміз көбірек қылып отырайықшы. Ал рұқсат болса, біз қазақ құдасын құдай найсылаған еліміз ғой. Құдалар қауымына микрофон ұстайын, өздеріңіз бастап берсеңіздер, сосын нағашы бөлілер қоштап береді. Құдалар кім? Құдағи бастай қойыңыз. Сәлематсыздар ма, құрметті тойға жиналған қауым. Бүгінгі Қазбектің 40 жасы құтты болсын. Қазбек, Ақтоты, бүгінгі тойларың құтты болсын. Қазбек, саған Алла ең бірінші денсаулық берсін. Өсіріп отқан ұл қыздарың қызығын көр. Денсаулық берсін, бастарың аман болсын, дендерің сау болсын. Шаңырақтарыңда тек қана жақсылық болсын. Құрметті де, қадірменді құда Қазбек бүгінгі шаттықпен қуанышқа толы мерейлі жасың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Құдағы екеуің әрқашан отбасыларыңда тек қана жақсылық қуаныш болсын. Ұл қыздарыңызды өшіріп отырсыздар. Алдарыңызға қойған бір жақсы мақсаттарыңыз бар шығар. Сол тек қана шындық айналсын, армандарыңыз орындалсын. Сіздердің әулеттеріңізге тек қана жақсылық, қуаныш, бақыт тілеймін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Той құтты болсын. Қазбек, жаңа жасың құтты болсын. Денің сау болсын. Бала шағаң аман болсын. Дастархан әрдайым қуанышқа жайылсын. Достарың көп болсын. Кеш жарық, құрметті қауым, тойымыз құтты болсын. Ал Қазбек, бүгінгі 2-20-сың құтты болсын. Тағы да өзіңе денсаулық. Бірінші өмірде ата-анаға рахмет айтайық. Мына дәреже, шаңырақтың асты, тұрған қадамың, жүрген жолың, бүткілі өзіміздің анамыздың еңбектері. Сондықтан жандарыңызда ата-ана аман болса, сіздер бақытты да ғұмырлы боласыздар. Бүгінгі той тек қана тойыңның жалғасы болсын. Үйіңде тек қана көп қуаныш болсын. Ал жаңылай құдағи, бүгінгі отбасыларыңызда болып атқан қуаныштарыңыз құтты болсын. Қазбек құда, 20-20, 40 жасыңыз құтты болсын. Біріншіден деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Ұлдарыңыз Құрманғазыдай күйші, қыздарыңыз Шұғыладай биші болсын. Ақтоты құдағи екеуіңіз ешкімнің бақшасында піспейтін, ешкімнің уысына түспейтін ерекше бақытты тілеймін. Осы тойды көтеріп жатқан 85-тер жасасын құрдастарың. Қосыламыз ба? Рахмет, Аллам нұр жаусын сіздерге. Ау, кімге? Жездесі, ойбой, жезде керек, везде особен ақша керек кезде дейді. Кең жездеге. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Қазбек бүгінгі 40 жасың құтты болсын.
жасыңа жас қосылып, мынау балзым екеуің бақытты болыңдар. Өсіріп жатқан ұл қыздарың қызың көріңдер. Үйлеріңде қуаныш кетпесін. Әрқашан өстіп, күліп ойнап жүре беріңдер. Құрметті көпшілік қауым, қадамдарыңызға күліп өтсін. Қазбек күйеуі бүгінгі келіп жеткен жаңа жасың құтты болсын, берекелі жас болсын. Сіңілім тотымен бақытты бол, баянды бақыт тілеймін. Өмірлерің ұзақ болсын, қайда жүрсеңдер де аман болыңдар, сәлемім түзу болсын. Ата-анамыз аман, бауырымыз бүтін болсын. Көріп отқан ұл қыздарының жемісін, жетістігін көре бер. Әр шаңыраққа бақ береке, ырысым тынбақ тілеймін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Сөйлемей-ақ қояқ деп едік енді. Сөйлеуге тура кеп тұр. Ал құрметті жиенбетелі, тойларыңыз құтты болсын. Қазбек пен Құрышбектің тойы құтты болсын. Кезінде, бала кезінде әжесінің көмбешінен үзіп алып жүгіріп жейтін балалар еді. Міне бұлар да 40-қа келіпті. Отбасыларыңа амандық тілеймін. Қара шаңырақта отырсыңдар. Алла риза болсын сендерге. Қара шаңырақтың түтінін түтетіп, үбірлі-шүбірлі болып атсыңдар. Жасың ұзақ болсын, денің сау болсын, достарың көп болсын. Барлық жақсылық тілеймін сендерге. Бақытты болыңдар. Мақсаттарыңа жетіңдер. Рахмет, құрметті құдалар, құрметті нағашы бөлілер. Мына үйдің беріктігі ағашынан болса қазақ айтады, жігіттің беріктігі нағашынан деп қазағымыз тек айтпайды. Рұқсат болса, сіздерден де ар-бері билетіп, ар-бері жүгіртіп, осында ұзақ тілек айтып мазаларыңызды алмай, сіздердің де жастарыңызға, талаптарыңызға сай лед экраннан логический ойындар болады, сіздерге де сыйлықтар таратылатын болады. Рұқсат болса, бір естелікке фотоға түсіп алайық, сосын барып ортада көңілдерек бір билейік. Жалпы, рахмет, 1 минут. Ал, жеңеш, айта қойыңыз. Бөлелерінің атынан не бар екен? Тойбастары. Мен сол тойбастарды ауылдың аға жеңгелеріме ұсынғым келіп отыр. Ой, не деген көргенде өлеттің қызы, не деген тәрбиелі келін, қандай керемет. Арнайы ағайын туыстарға бөлелердің атынан келіп отырған тойбастары, той шашуы. Ал сіздер ортада көңілдерек билей беріңіздер. Құдалар және нағашы бөлелер кетті.
Ай, рахмет. Той шашу дайын тұр дейді. Той шашу жіберші, Мұрат. Любой бір ән. Той шашу ортаға. Кішкене мен программам ақылдасып отырыңыздаршы, пожалуйста, иә? Бардак болып кетеді бізге. Ал ортаға той шашу, келіңіздер. Шорманның Мұстапасы атымдалық атандым сол себептен жаяу мұсау Қойылған той шашуы арнайы бүгінгі Қазыбек ағамның ағасы менен жеңгесінің атынан екен. Bir қол соқ қойсаңыздар болады. Не деген жомарттық. Тойдан қайтсын. Қуаныш тойдан қайтсын. Ал енді құрметті қадірменді той шағайын рұқсат болса енді жаңа сыйлықтар сіздерге таратып берейік. Мына жердегі ойынымыз өте оңай. Ойынымыздың аты фото караоке деп айтылады. Енді назарымыз ортада болса, лет-экраға назар аударамыз, картинка қараймыз да біздің хит болған әндерді табатын боламыз. Ей, өшір. Рұқсат болса назарымыз лет экранда болсын. Қос кәні лет экранда. Мәне фото караоке. Бірінші картинканы лет экранға шығарсаң, мұнау біздің қандай хит болғанын, бұны барлығы білет. Қол көтереміз, айғайлап айтпаймыз. Кім? Жоғар жақтан, үлкен кішілерден кім? Келе қойыңыз әпке. Апай келе қойың, билеп кәні. Мәне өте оңай ойын. Кім? Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын. Молодец, дұрыс емес, отыра бер. Аспан қараймын, жұлдызды. Кім? Бир, кім? Келе ғой, ке, биле кәні. Биле! Мәне, жастар білет. Қандай ән? Арш жағасында. Өзің арш жағасындасың. Шудың бойында. Шудың бойында бір қошемет. Шудың бойында дұрыс қошемет соқ қойыңыздар. Шудың бойында. Өте дұрыс. Келесі. Мұнау қандай? Келе қойыңыз. Кеңс, кім білес па? Кім айтасың? Кеңс. Шығаш микрофонды. What you want? 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 Все. Мені Астанадан кейін қандай? Алматының түндері. Молодец, дұрыс. Алматының түндерін ай. Так, келесі. Қиындай береді. Ой, мынау өте оңай. Хит болған ән. Тойда хит болған ән. Кім айтады? Келе қойыңыз. Апай, келе қойыңыз. Кеңіз, билеп кеңіз ғана. Очып! Доп! Se muevan las yales, pa' activar los anormales y al que se repare hotel, dale, pa' que se muevan las yales. Рахмет, қандай? Көз моншағым үзіліп түсті. Молодец. Болды. Көз моншағым айтсаңызшы, болды құрсын. Үйт айтпайық, иә. Көз моншағым, так, мынау өте оңай. Кім? Так, бір сыйлық. Ой, биле. Кім болып келдің? Досымын. Досы атыңыз? Ханшайым. Ханшайым хан. Мынау қандай ән? Лада седан, баклажан. Ойбай құрсын. Күшті қойттыңыз ғой тек. Лада седан, баклажан. Өте дұрыс. Так, мынау қандай? Мынау мен сәл қиындау. Бірақ логиканы қоса өте оңай. Келе қойын шеңгеше. Кәні, билеп кеңіз кәні. Самая вышка.
Самая вышка. Жаным, орысшаң мен сияқты екен ғой сенің де. Самая вышка. Дұрыс, бір қошемет соқып қойыңыздар. Мен дұрыс десем ғана ашып тастап жүрме. Так, келесі. Мынау. Девочка. Апай келе қойыңыз. Ой, мен әпкем біледі. Ау! Ау! Все. Тоқта қарындас. Ау? Тоқта қарындас. Ой, өтірікші айтайық. Бірақ үлкен екенсіз, сізді құр қолға қайтармайын. Әпке, ала қойыңыз. Ой, яты бар екен әпкем. Тоқта қарындасшы. Ол емес, әпке келе қойыңыз. Ой, осы әпкем айтады ғой. Ау. Тоқтаңыз, сұлу қыз су іздеген. Танысқым келеді менің сізбен, айтыңыз аттыңыз. Кім болады? Танысып көрмебен бұрын. Қызбен. О-хо. 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 Болды. Все. Кетші деді ғой маған, бетіме қарап тұр. Болды де, дұрыс, өте дұрыс. Тоқтаңыз, сұлу қыз су іздеген. Так, келесі. Мынау. Соңғы картинка. Кім айтады? Өте оңай ән. Кең тараған қазақтың әні. Сіз білесіз. Сыйлық бердім, бермек. Көк айтасыз ба? Кім айтады? Оңай қой құрсын. Кім? Келе қой, кел. Қара көрек тек, сізге бір сыйлық бердім ғой. Билетпеңіз ғана. Кім? Тәте, пожалуйста. Все. Қандай? Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Ұйқың кеп отыр ғой деме? Алла қой. Әлемнің жарығын деп. Дұрыс. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған. Бұдан кейін картинкалар өте оңай, оны ойнатпай қояйын. Менен рұқсат болса, арнайы Қазыбек ағамның өтініші бойынша бір ойын деді. Бүгінгі менің 40-қа келген құрдастарым, достарым бәрі сен тұр, мен атайын дейтін мықты азаматтар деді. Кім? Қазеке? Кеңесші ортаға сізді бір шақырайыншы, сосын асықпай фотоға түсесіздер. Өз тойларыңыз өздеріңіз барда қылмасаңыздар, пожалуйста, кеңіздерші ортаға. Қазыбек қана келе берсін. Кеңесші жүре беріңіз. Рахмет. Сен әнің бәрі басталам дегенше кеп қойды ғой. Ассалаумалейкум деп қойсын. Кім? Қазыбек аға. Самый мощный спортивный жігіттер керек. Кім бар? Бірінші. Спортпен заниматься еткен бала кезде мықты. Жынды жігіт болады ғой. Мақсат, кеш ортаға. Мәке. Сосын Есболат. Сол Есболат келгенге дейін келесін ойлана беріңізші. Есболат, кеңіз ортаға. Кім? Қазыбек ар жақтан шақыра берші, көп қой қонақтар. Жетеді, енің бар, бауырың бар, жекжат бар. Данияр келсінші ортаға. Данияр! Қош келдіңіз. Сосын кім бар? Әсет, кеш ортаға. Рахмет. Сосын кім бар? Құрмантай. Құрмантай келсін жартаға. Құрмантай! Сосын? Ғани. Кім ол Ғани деген? Рахмет. Кім? Қазыбек аға, көзіңізге көрініп отқан адам шақырыңызшы. Әділбек. Рахмет. Сосын? Ринат. Ринат кеш ортаға. Соңғы Ринат.
Рахмет. Кім келе берші, братан? Ринат болмасаң да басқа біреу болсаң да келе берші. Шыққың келіп отса кел, шыға ғой. Өзіңіз патша көңіліңізбен. Сен дейтін зат бар, ешкімге айтпа, аста дамыды. Кетіп қой қуаныштап, все это заработал. Рахмет. Енді құрметті қонақтар, бұл ойын бар ғой, өте қиын ойын. Неге? Өйткені бұл ойын тек ер азаматтарға арналады. Мен сіздерге бірден айтамын, бұл ойынның рекордын осы Шу қаласының жігіттері қойған. 64-ге келген ағам осы, оны барлықтарыңыз білесіздер, Instagram, TikTokта хит болып отқан ойын, нағыз ер азаматтар арналған, коланы ұстап отжимание жасайтын ойынды. Бірақ соған бір риза болатынымыз Алматыда, Талдықорған, Тараз, Шымкент, көптеген қалаларды ойнаттық, бірақ соның рекордын бір қуантатыны Шудың жігіттері қойған. Яғни Шудағы 64-ге келген адам сол қоланы ұстап тұрып 48 рет отжимание жасап бірінші орын алған. Қазір менің той басқару барысымдағы номер 1 рекорд сол кісі көп тұр. Оның атын қателеспесем Қуат деген кісі болатын енді. Өтірік айтсам кешірім сұраймын. Бірақ примерно солай болған. Енді мүмкін соның обновление болып қалар, тағы да айтып жүремін, Шудың жас жігіттері 48-ден де асырды деп. Сондықтан өте қиын ойын. Мен шығарған жоқпын, Қазыбек ағам өзі шығарды. Бұл жігіттер тепсе темір үзетін жігіттер деп шығарды. Рұқсат болса ортаға 2 кола. Жеңеше 2 кола. 2 коланы беріңіздер. Өте оңай болып көрінгенмен, бірақ негізі өте қиын ойын. Енді бұған да ақшалай сыйлық болсын. Көп жасаған жігітке бағана сіздердің аттарыңыздан ойнатып атқан ойынның ішіндегі мына 20 мыңды келесі ойын қалып қалам, қалғанын барлығын ойнатам. Мен қазір санайым өзімді қанша екен. Так, бірінші жігіттер бастаймыз, е? Тазасынан болсын, сразу айтайық. Құрметті ағалар, кім братан, тыңдаваңыздаршы. Төбеден басу жоқ, чисто былай істаймыз болды. И былайнан жоқ, былай ғана істаймыз. Жігітше болсын, еркекше болсын, таза болсын. Ақша табу оңай емес, жомарттың қолын жоқтық байлаған заманда. Сондықтан адалынан болсын, 10 мың теңге болсын, 15 мың болсын, адалынан бұйырсын. Ал жастардан бастайық онда, кезегімен. Так, атың? Асет. Бауырыма? Давай, Асеке, баста өзің. Асет, мүмкін, мына яқтан былай қарайсың. Рахмет. Аха. Халық не яқта ғой, Давай, жібер. Осылай. Асет кетті. 1, 2, 3. Болды ма? Кешкен жоқ әлі. Тоқтап қалды. Келесі, жүр. Бауырыма? Давай, жібер. Осы жай қойып қойшы бұрауы. 1, 2. Қайттан. 1. Все, братан. Өз-өзін қинама. Өз-өзін қинама. Жүріңіз көке. Ал, давай, 85-тер жасасын, давай. 1, 2, ай, мына жасайды. 3, 4, 5, 6. Все, рахмет. Мақтаған қыз тойда депті. Ал, давай, ой, мына жігіт жасайды сияқты ғой. Ауылдың қара күш жатыр ғой мынада. Давай. Думан кетті. 1, 2, 3. Түті. Ей, мен Шудың жігіттері 64 келген ағам деп мақтап отырмын. Ят қой оны жастар болып тұрып. Давай, көке, бар үміт сізде. 1, 2. Рахмет. Мана Шудың жігіттері 3 деген сан жақсы күрестер ғой дейме, тоқтап қалады екенсіз. Көке, давай. Ай, Әділбек жасайды. Давай, Әділбек, қайттан. 2. Көріңізші ал, олай да көріңізші. Көріңіз кеп тұр ма? Аңғай сол. 1. Жоқ па? Да. Конечно. Жаны. Міне кеп. 1, міне 2, 3, 4,
бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Давай, братан, 25, 26, 27. Қошемет. Осындай кезде көтересің. Туш сияқты ғой, Мұрат. Көтеріп түсіріп отыратын. Ой, мына жігіт істейді. Ой, брат. Құлақты өлтіріп тастапсың, әңгіме жоқ. Құлақты өлтіріп тастапсың. Пельмен жегім келіп кетті осыған қарап. Кетті. Қайта кетті. Біреу. Екеу. Үшеу. Төртеу. Бесеу. Кетті. Так. Ойбой, аға. Адалынан болсын. Сіздің атыңыз кім? Жайдархан. Атың, так, жасыңыз? 57 Өзіңіз жасыңыз білмейсіз ба? Сондай болып қалады? Күшті кімнің кісі? 57 болып қалады жасын дейді. Аға, олай төбеден ұстауға болмайды, көке. Былайынан. Былай. Аха, осылай болса. Көке, сіздің біреуіңіз екеуге саналады. Жігітше болсын. 60 жаста оңай емес. Екеуі молодец, көке. Қиын аға, я? Аға, тұмысықта ыңғы еткізіп жүрмеңізші. Болды аға, қинау жоғынан. Өз еркімен шығып көрейін дейтін бар ма? Сен көрейін өтсің? Жоқ, Дархан қайным болу керек. Дархан қайным дейді. Дархан деген кім ол? Іште отқан адам ғана айтайықшы, сырттаған бар, жүгіріп, шақырып оны, оны күтіп, ел болып күтпей қой. Братан, көресіз ба? Сіздікі 28, е? Пока рекорд. Бар ма? 85-терден. Бар ма? Кім бар? Бауырларынан. Күйеу бала. Любой. Көрсін әпке. Көрсін ештеңе жоқ. Кесін мүмкін көп жасар. Келіңіз, құдалар ма, ағалар, кеңізші ортаға. Болды ма? Кел. Ойбой, досым, сен шешінбей қойсың ғой, жоқ болып кететін сияқтысың ғой шешінсің. Сен системама бірден алсашы, Құдай құрсын. Әлі қаят па бірден ішсей, давай. Жеңілдер жасайды. Жеңіл салмақтар жасайды. Өз-өзін жеңіл ұстайды ғой өткен. Сен жатқаныңнан тұруың қиын болды ғой, бауырым. Болды. Олай болса тоқтатайық. Шудың қаласының жігіттерінің ішінде, Қазыбек ағамның қуаныш тойының ішінде 28 жасап, бірінші орын иегері болған Бекболат па? Есболат ағама қошемет соқып қояйық. Міне азамат. Мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуаныс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Азамат, жігіт екесі аға. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, сүйеу болсын, тіреу болсын, мың қазақ. Рахмет, құрметті қонақтар, құлақтарыңыздан алтын сырға болса, менің қолымда тұр. Құлақтарыңыз бір тексеріп қойыңыздар. Алтын емес, өтірік сияқты. Бюджетері болса да, мен қолымда олшым, саусағымда болады. Келіп алып кете берсеңіздер болады. Ал құрметіне қадірмен той жасаған рұқсат болса бір тілек берейін, сосын бар сіздер жалықтырып болмай, жабықтырып болмай бір антракт жариялап жіберейін. Мен енді ортаға алтындай ғана бүгінгі той иесі жекжаттары менен аға жеңгелер деп берген екен. Сол кісілердің көшін бастап келіп отырғанда Аллаға шүкір, аға жеңге жекжаттары баршылық. Дәулетпенен Гүлзатты, Төлеу Балжан, Кербес тәте, Данияр Ханшайым, Анар Айжан, Аңсар Марал, Ерлан Аягөз, Бексейіт, Құдыш, Медет, Рима, Руслан, Гүлзира, Әділет, Жазира, Медет, Индира, Марат, Мәншік, Байғазы,
Бейғазы Роза, Баймұрат Айнаш, Сисехан Шолпан, Жәнібек Айнұр, Бағдат Салтанат, Нұрғазы Жұлдыз, Сашка Фатима, Ақылбай Самира, Асылбай Меруерт, Сержан Айнаш, Бекзат Қайсар, Кони Жансая, Құршыбек және Шолпан деп берді. Бар ма? Ал келіңіздер. Bir görgenden suyup kaldım ba. Жанымда менің баурап алдың ба. Жалындаған от болдың ау, от болдың. Бір көрініп жоқ болдың ау, жоқ болдың. Алыстадың сағындай, сезіміме бағынбай. Әгігіме күйдім ай, неге сені сүйдім ай, сүйдім. Ал аға жеңгелері, жекжаттар қауымы, қош келдіңіздер қуаныш тойға. Рұқсат болса микрофон сынайын. Сіздерде алаталай тілектеріңізді, алақандай ғана жүректеріңізге сыйғызып келіп отқан жайларыңыз бар ғой, сондықтан микрофон бізден жақсы бір тілек сіздерден болсын. Ал ағайын сәл сабыр сақтайық, назарымыз ортада болса, алтындай ғана аға жеңге жекжаттарының тілегі. Үлкендері, кеңіздер, кеңіз аға. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Жолдас ағаның шаңырағында үлкен тойы отыр. Жанына жише тойларыңыз құтты болсын. Қазбек, Тоты, 40 жастарын құтты болсын. Үйлерінде әрқашанда шаңырақтарын биік болып, әрқашанда қуаныш болсын, той болсын. Өсіріп атқан ұл қыздардың қызығын көріп, ата апа болыңдар, 100-ге келіңдер. Тек қана жақсылық тілеймін шаңырақтарыңа. Ал мына жиналған қауым, мына тойға келген қауым, тойға келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Жаным, інім, келінім, мына 40 жасыңа 2-40 қосайын. Жасың ұзақ болсын. Мына куклам, мына балалардың қызығын көр. Әрқашанда алдымда өстіп келім екеуің бақытты да, екеуің қол ұстасып, әрқашанда алдымда күліп ойнап жүрсеңдер болды, басқа ештеңе. Бәріңізге осындай тілеймін, осындай жақсылық, осындай өнегелі, осындай отбасы болуларыңызға бәріне тілектеспін. Жақсы болыңыздар, аман болыңыздар. 40-тан 50, 50-ден 60, 100-ге кел, 150-ге кел. Оның саны жоқ, інім. Саған дегеннен шынымды айтсам да, нем жоқ, жасың несі жоқ. Жасың ұзақ болсын, келдің екеуің. Барлық жақсылық тілеймін, жаным. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Тойларыңыз құтты болсын. Жанна жеңгей, мына балаңыздың 40 жасы құтты болып, өмір жасы ұзақ болсын. Қазақтан мақал бар ғой, шапаның алтын болса жағаменен жең керек дейді. Қанша мықты болсаң, қам болсаң, дағайымен туыс бауыр керек дейді. Қазбек бауырым, мына тойың құтты болсын бауырым. Біз кезінде осы Астана қаласында мына інілерімнің көз алдында жетіліп, өсіп, үйленіп, отбасы болып, осының куәгеріміз шетінен келгенде тілеуші болып, тілекші болып келіп отырық тойға. Бауырым, алар асуың көп болсын, мына жеткіншектеріңнің, мына келін екеуің бақытты болып әрдайым. Тойдан тойға жетуге нәсіп етсін саған Аллам. Жамбылдың жасын берсін дейміз. Қалғанын көре жатасың ғой бауырым. Құтты болсын тойың. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Той құтты болсын. Қазбектің 40 жасын құтты болсын. Денсаулығы мықты болсын. Тот екеуін бақытты болып, бала шағаның қызықтарын көріңдер. Мамканы алтын қазық болып жүре берсін орталарында, отыра берсін. Рахмет барлықтарына, достарының 85-тер қолдап отыр. Рахмет барлықтарына. Аман болайық. Осылай той болсын каждыйында. Ал енді Қазбек ер азаматқа 40 жас ол жаңадан өмірді бастаған жас. Сондықтан саған не тілеймін? Сен жаңағы қыдан келгенде керемет сөздер айтылды. Соның ішінде ең қадірлі, қасиетті, мықты ер азаматсың. Сондықтан
отбасына береке, басынан бақ кетпесін, ырысты бол. Әрқашанда есігіңді ынтымақпен береке ұрып тұрсын. Осы алғашқы тойын, енді басталған тойға ұласа берсін, аман болайық, сол үшін. Ассалаумағалейкум, тойға жиналған қауым. Қазбек інім, мамаша, туған тойларыңыз құтты болсын. Қазбек, әр адамның өзінің пейіліне, әр адамның ниетіне дейді ғой. 40 жас деген той кәдімгідей бір үлкен той болып тұр. Әшейін 40 жас емес кәдімгі. Кейбіреулердің үйлену тойына да бұндай халық жиналмайды. Енді сен үлкен үйде отырғаннан кейін жолыңда үлкен үйдің түтінін түтетіп отқан азаматсың. Аллах тағала саған ұзақ өмір берсін, үйлеріңде шаттық кетпесін, келін екеуің бақытты баянды өмір сүріңдер. Бұл мынау енді жиынның бәрін Қазбектің арқасы емес, бұл енді келіннің арқасы. Келін саған рахмет, өстіп інімізді қарап, ақ жағасын кірлетпей, халықтың алдында беделді болып жүрген, абыроймен жүрген келіннің арқасы. Үйлерінде той болсын, үлкен азаматтарыңды, ұлдарыңды ұяға, қыздарыңды қияға қондырып, аман есен болыңдар. Аллах тағала сендерге өсіріп отқан ұрпақтарың салихалы ұрпақ болсын, иншалла, шапағатшы болсын. Баршамызға осындай әулетке той болсын. Жембет елінде тек қана тойға келуге Аллах тағала нәсіп етсін. Ал Қазбек, туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Алла қаласа 100-ге кел. Мына келіп отқан қонақтарға рахмет, ағайын туысқан бауырларға, құда жекжат-жұраттарға, достарына. Сол бауырым, шаршамай шапқылап жүре бер, Алла қаласа 100-ге кел. Сол келін екеуің күліп ойнап, ұл қыздарыңды өсіріп, өнегелі отбасы болып жүре беріңдер. Ал сол үшін бір жылқымыз арқалап келдік енді. Жеңге екеміз. Соны табыстап жіберейік. Құрметті көпшілік қауым, тойшыл қауым деп жатады. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Әрбір келген қонақ алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет айтамыз. Ал бүгін өте бір қуанышты күн, ақ түйенің қарны жарылған күн деп айтады. Сондай бір керемет тойдың куәгері болып жатырмыз баршамыз. Барлықтарыңызға осындай той тілеймін, отбасыларыңыз аман болсын. Міне қайным 20 жасың жап-жас болып келіп қалуымен құттықтаймын. Отбасыларыңа бақыт тілеймін. Бала-шағаларыңның қызығын келініміз екеуің бірге көріп, бір жастықта қартаюды Алла тағалам нәсіп етсін. Барлығы айтып жататын еді ғой, әженің осы екеуі артынан қалмай жүретін деп. Сол әжеміз бен папамыз әруақтар бір аунап түсіп қуанып жатқан күндердің бірі деп есептеймін. Алла сол кісілердің жолын берсін, үлкен сондай асыл кісілі. Баршаларыңызға осындай қуаныш тілеймін. 85-ші жылғылар сіздердің биыл жылдарыңыз болды. Барлықтарыңызды туған күндеріңізбен құттықтаймыз. Той сіздердікі, жақсылап өткеріңіздер. Ағайын туысқандар, сіздерге көп рахмет. Алла разы болсын. Құтты болсын тағы да, рахмет.